дұрыс, қыз болғанда да қыздың төресі ғой бұл. Жатсаңызшы рахаттан, осындай қызды тапқан соң. Ал қалқым енді, Қоңыраттың қыздары мақтаншақ дей бермеңіздер. Мақтанатындай атымыз бар. Мінекей, Зейнекүл әпке келіп отыр. Қоңыраттың ішінде Маңғытайдың қызы. Қандай қыз десеңші, ой. Мына үміттей керемет үлкен дәу қызды тапқан. Кіші жүзді мұның әкесі. Мінекей, осындай алтындай ақылды қыздарды табатын кімдер? Қоңыраттың аналары, Қоңыраттың қыздары. Және Жанат Ещанова. Қандай керемет менің сіңлім. Қазақ аналарында белсенді, міне мүше. Мінекей, менің жанымда тұр. Журналға шығып жатыр, мінекей. Бүгін өзі әпкесіне сыйлығын алып кетті. Қолөнердің шебері. Мінекей, әпке көрдіңіз ба? Қандай сіңілдеріңіз бар? Сіз Алматыға келген кезде бұлай жатуыңыз керек болды. Шекарадан ендіңіз, бітті, жатыңыз, айлап жатыңыз. Меруерт әпке, аз да болса көптей көріңіз, мынау қолөнер, таза еңбек қыздардың шебер қолынан шыққан. Тойға тамаша ұстап жүрген. Отандық өнім жасай берсін. Мынау құтқалта деген жаңағы неміз, ішінде ақшасы бар. Мына жерде ашылады. Мына сумканың мынандай жерінде тағылып тұратын жаңағы Ақша шақырып тұратын құтқалтамыз. Қона берсін сізге. Мынаны қарашы енді. Қоңыраттың қыздар қалай мақтансақ та, не істесек де жараса береді бізге. Жақсы көрсеңіздер, жақсы көрмесеңіздер де амал жоқ, енді мойындайсыздар. Рахмет сіздерге.